Сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Бүгінгі видеода ашытылған үлкен бауырсақ жасайтын боламын. Жасалуы оңай, ылғи да жақсы шығатын рецепт. Өте дәмді және шар тәріздес топ-томалақ болып пісады. Видеоны аяғына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен жылы сүтке жылы суды құямыз. Қант, құрғақ ашытқы салып, араластырып, бетін пленкамен жауып, жылы жерге 15 минуттай қоямыз. Ашытқы дайын. Жұмыртқа, тұз, май құйып араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізген ұнға сұйықтықты құямыз. Қамырды илейміз. Қамырды қолға жабыспағанша дейін илейтін боламыз. Енді қамырды үстелдің үстіне қойып, жақсылап тұрып илеп аламыз. Неге достар, қамыр қолға жабыспайтындай болғанша иледік, бетін жауып, жылы жерге 30 минуттай қоямыз. Неге достар, қамыр күшті болып көтерілді. Енді қамырды басып, бетін жауып, екінші мәрте көтерілге қоятын боламыз. Бетін жауып, жылы жерге қоямын. 20 минут өтті. Қамырымыз өте күшті болып көтерілді. Столдың үстіне ұнды сеуіп, қамырымызды қолмен немесе оқтаумен жазатын боламыз. Қамырымызды жұқа қылып жаймаймыз. Аздап қалыңдау болу керек. Енді печенье кесетін формамен осындай бауырсақты кесетін боламын. Барлығын кесіп шығамын. Артық қалған қамырды қайтадан иілеп, біраздан кейін қайтадан бауырсақ жасаймын. Орамалдың үстіне бауырсақтарды тізіп қойдым, бетін жауып, 10 минуттай көтерілікке қоямын. Майды қыздырдым, енді бауырсақтарды пісіріп алатын боламын. Неге достар, біздің бауырсағымыз дайын болды. Өте әдемі көрінеді және дәмі де өте тамаша болып пісті. Мінекей іші де пісқан, шар тәріздес топ-томалақ өте әдемі көрінеді. Достар, сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, видеоны лайк басып, комментария жазыңыз және каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.